Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді творожный және беті жарылмайтын, жыртылмайтын творожный пирогтың құпиясымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 80 грамм қантқа бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай аппақ көбік болу керек. Сол кезде сіздің қамырыңыз әдемі болады. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Және 280 грамм ұнға бір шай қасық разрыхлитель саламыз. Оған 180 грамм сливочный майымызды, неғұрам жаңағы проценті жоғары болған сайын, ол өте дәмді болады. Сол себепті сливочный май алғандарыңыз дұрыс. Жақсылап араластырып, осындай крошка дайындап аламыз. Және қантымыз бен жұмыртқамызды салып, эластичный қамыр дайындаймыз. Біздің қамырымыз дайын, яғни осы қамырымызды салған пакетке салып, жарты сағат тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді начинкасына 350 грамм творог, 2 жұмыртқа, 100 грамм қант, 1 ас қасық кукурузный крахмал және 150 грамм қаймақ. Начинкамызды жақсылап араластырамыз және блендермен жақсылап езіп аламыз. Біздің начинкамыз дайын. Осында бір түйіршік қалдырмай барлығын езіп аламыз. Енді қамырымызды қатты қалың қылмаймыз. Осындай диаметрі 26 сантиметрде формаға салып, астына пергамент салып, артық шеттерін, яғни кесіп аламыз. Және де қыздар, бұның құпиясы, яғни осы формамен, яғни 15 минут морозильникке салып қойсаңыздар, немесе жарты сағатқа холодильникке салып қойсаңыздар, творогтың беті жарылмай, жыртылмай піседі. Міне біздің морозильникке салдым мен. Қамырымызға начинкамызды салып, қызып тұрған отта 170-180 градуста вверх-вниз режимде 30-40 минут пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі оңай. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.